Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып жаңағы тұруға жақсы. Ассалаумағалейкум. Америка мен Еуропаның қатынасында негізінде Трамп кезінде Еуропа мен Американың арасы алшақтап кеткен ақ болады. Ол шындық. Себебі Трамп шалдың екі қарыс тілі, жаңағы екі қайырымға келмейтін ашуы, тік мінезділігі Еуропаның Еуропа центризммен ауыратындарын, Американың ағалық, бояндық, бұлайша айтқанда, басқаруына онша көнгісі келмейтін Франция, Германияның наразылығын тудырғаны бәрімізге енді қызық болғанда, мына Францияның президенті Макронмен әдемі жылқиған жұқасары. Сол Макрон аяқ астынан Қытайға бар. Енді бұл Қытайға барғанда Құдай сақтасын. Мына Ши Цзиньпинді білесіздер, өмір тарихында 3 жыл үйін есік терезесін жалап сасық көрмесінен шықпай жатып алған сасық Қытай, баяғыда сол Астанадан бір келіп Самарқандқа бір келіп қайтып шықты. Одан кейін ешқайда бармаған Қытай. Енді бұған бір халықарадан да ірі мемлекеттік басшылар барған қысқасы сөйтіп дүниеден оңашалатын аумақтан аумақтан түсіп алған баяғыда біздің соққылар тұрсақ сөйтіп өз-өзіне бөлектеніп қалды. Өз-өзі Америкада, бүкіл Еуропада бұны былайша айтқанда бір ауашалап тастады ғой, ауашалап. Енді сөйтіп кеткен кезде Макрон бар. Бұл Макрон Шиксары, бұл жұқа имектің өзі ілгейгі көп деді. Баяғыда орыс соғысы бастаған кезде мынау Путинге қайта бар, Зеленскийге бағда сал деп, мына соғысты қозғызбайық деп, бір бүйрек орысқа бұрып-ақ тұрған деме. Себебі бұл орыстың газына тәуелді Франция. Және бұл сол орыстың газынан үлкен ақша жасап отырған Францияның олигархтарының қуыршағы. Былайша айтқанда қуыршақ бұл. Францияның олигархтарының қуыршағы. Енді осы аяқ астынан мына Ши Цзиньпиннің немен ауыратынын білген ғой. Бұның да жаңағы айналасында осы 6 қабат аспанның ар жағындағыны, 7 қабат жердің түбіндегіні білетін әулиелер, әй мына Ши Цзиньпин деген сұмырай Қытай лидерлік аурумен ауырады. Мынау дүниенің жаңа лидері болғысы келеді. Мынау Американың басқаруда көнгісі келмейді. Мынаның мақсаты Еуропа мен Американың ара қатынасын бұзу, НАТОның ішінен жік шығару, жер астынан жік шықты, екі құлағы тік шықты қылу бұның мақсаты. Енді сен осы Шидің қышыған жерін барып қасып десен қайтеді дегенде, бұл жаңағы имек сарың ұшқаннан ұшып отырып Қытайдан бірақ шығады ғой. Содан лидерлік аурумен ауырып, халқына өзінің әлемдік лидер екенін Қытайдың топас қара тобыр халқына қайтып жеткізсем екен деп отырған Ши енді өлген 77 әкесі тіріліп келгендей құттау кебе. Қытайдың енді арғы бергі тарихында тура мына имек сарыны күтіп алғандай күтіп алу, ондай мәртебе беріп күту енді осы соңғы жарты ғасырда болмағандай ақ болды. Ол тіпті Гуанчжуға барды, Твиттерде Қытайша пост жазды, Франция Қытай достығы жасасын дей ма. Енді анау да шелек бап қалды. Ана Ши де шелек бап қалды. Сөйтіп екеуі осы біз дегенге сұраған болып жаңа Қотыратқа соқырат болып бірін-бірі тапты ғой, қысқасы сөйтті. Енді ана Макронның мақсаты Шиді лидерлікпен ауыратын Шиді одан арман ауыртып, жаңағы сүп деп ауруын асқындырып, жарасына тұз сеу. Сен лидерсің осы. Сен қабағыңды түйсең күн бұлттайды. Сен қабағыңды ашсаң күн шығады. Сен ана Путин, Братишкаға, Петрушкаға айтып, мына соғысты тоқтат еді. Дүниені енді Путин екеуінің қолында еді. Біз деген әшейін жүрген бір жолдың бойында ойнап жүрген баламыз ғой енді. Ас ойнап жүрген. Сіздер енді төрде отырған ақсақалдарсыздар ғой деп қысқасы Шиді жаңағы Путинге қарсы салып, мына соғысты тоқтатпақ. Себебі соғыстан
Мына Франция, Германия сөздің шыны заттың бағасы қымбаттап жатыр, инфляция болып жатыр. Еуропада ұнның өзі жаңа қымбаттады. Адамдарға ұнның өзін кішігірім қалаларда шектеп сататын болып жатыр. Қысқасы осындай болып жатқанда мынауың шиқылдап қалып отыр ғой. Ал және бірі оған сол ана Украинаның жері Қырымы, Донецк, Донбасс, Луганск оған бәрі бір. Оған жаңа соғыс аяқтаса, Путин мына жаулап алған жеріне ие болып қала берсе, ол Украинаның қираған қаласы баяғы 2 қойын 1 сом баяғы. Маған бәрі бір, маған жаңағы Ресейдің санкциясы тоқтап, маған былайша айтқанда газ кеп тұрса, газдан әрбір француз пешін жағып, тамағын жасап, шайын қайнатқанда менің қалтам ақша түсіп тұрса деген ғана ой. Одан басқа бұл имек сарының ойлап тұрғаны жоқ. Енді анау кәдімгі тұлғалық аурумен, жұлдыздық аурумен ауыратын, дүниенің жаңа жүйесін орнатайық деп жүрген ана сұмырайға да оның келгені керемет болды. Енді Қытайдың бүкіл медиасы ойбай енді мына алыстан аты артып жаңағы. Мына Қытай халықаралық саясатта міне осындай маңызды рол ойнап жатырмыз деп енді Қытайдың мемлекеттік медиалары енді олар енді жыртылып жатыр. Ойбай, бұл коммунистердің білесіздер, оларда ашық ақпарат, бейтарап нейтрал ақпарат деген болмайды. Олар сол жаңағы енді қысқасы мына Шиге келіп, Шиден жаңағы Шидің аузынан Сақиққа дейсіз үйренгелі келген жаңағы қалип келгендей деп тұрып әнді қысқасы соған дейін айтты. Баяғыдан бір ғұламалардың алдына барып, ғұламалардың батасын алып қайтады екен ғой мына дін оқығандар. Сол сияқты қысқасы мынау әулие шейх Шидің қолынан жаңағы батасын алып кетейін деп келгендей қып сөйтіп суреттеп естері шығып жүр. Міне дүниенің тарихы өстіп жатыр. Мынау мәлім бір тұрғыдан қарағанда, бұның бәрі үлкен саяси ойындар, үлкен саяси ойын. Мына дүние енді бұлай қарасаң, мына мұхит тұр. Мына мұхиттың ана арғы жағы Еуропа. Ол Еуропадан сәл бұлай қиыстасаң Аустралия мына тұсы. Мына тұсы Еуропа кетеді. Ода мына жақ бағыты Қытай болып. Алақандай жер шарында адам баласы сол құл деп бірімен бірі қырылып, бірімен бірі жаңағы сұмдық болып жатқан дүние ғой. Ұзын сөздің қысқасы осы міне. Ұзын сөздің қысқасы Шиде өзің жаңағы шейін аспан алақандай жер тебінгідей кезден дүниені тіреп тұрғандай болып ол тұр. Ол да ертең өліп жаңағы арам қататынын ол да ойлап тұрған жоқ. Ана Путин деген есер соқ, ол да тұр міне. Ол да ойлап тұрған жоқ. Кеше Гитлер қалай өлді, Сталин қалай өлді. Ол да тағып тұрған ешқайсысы жоқ. Міне бүкіл адамның әлсіздігі, өздері мәнсап, атақ, мәртебе, бұл адамдарды өстіп, қысқасы адамдарды өстіп қойып отырған. Міне. Дүние осы болып тұр. Бұның енді арты қайда барады мен білмеймін. Дүние осы